не тәтті. Жиренше шешен бір күні жолда келе жатып, алдынан қарсы кездескен бір баладан «Дүниеде бәрінен не тәтті балам?» деп сұрайды. Сонда бала «Бал тәтті» деген екен. Ал жұмсақта не жұмсақ, мамық жұмсақ, қаттыда не қатты, тас қатты. Бұл баланың жауабын тыңдап тұрған екінші бала «Осы сұрақтарыңызға мен жауап беріп көрейін, рұқсат етіңіз» деп өтінеді. «Ал айта ғой, балам, не тәтті?» дейді жиренше шешен. «Ананың сүті» деп жауап береді бала. «Не жұмсақ?» «Ананың қолы». «Ал енді не қатты?» деп сұрағанда «Атаның жүрегі» деген екен. Шешен екінші баланың жауабына риза болып батасын берді.